Құрметті дәл солай YouTube арнасының көрермендері, біз тіршілігі қайнаған Қызылорданың орталық мал базарына келіп тұрмыз. Келер апта бізде түркі жұртының ұлық мерекесі, Құрбан айт мерекесіне орай бүгінгі мал базардың бағамын білетін боламыз. Кеттік. Мал базардың алғашқы көрінісі қой саудасынан басталып жатыр. Бұл әрине нені білдіреді? Құрбан айттың жақындағанын білдіреді. Біз өткен базарда қой саудасында тоқтың бағасын 45 мың теңгеден көрген болатын тұғымыз. Ал бүгінгі баға қандай? Бірге анықтайық. Не жауап түседі? Жоқ, сол етпісіне малшылар. Бүгінгі бағалар қалай болып жатыр? Қойдың бағалары өткен базармен салыстырғанда бүгінгі базардың айырмашылықтары бар ма? Бауырым, бұл не ғой? Қызылордада біз енді қой сатамыз ғой, осындай Әл-Фараби көшесінде 6-шы үйде қойды оптым әкеп сатамыз. Бүгінгі базар төмен болып тұр. Келер базар вообще қымбат болады. Өзі қойды да табылмай жатыр ғой. Қызылорда қаласы Әл-Фараби 6-та тұрамыз. Мысалы, мына қораның бәрі біздікі. Осылайдан целыйды қора. Бірақ кешегі неге базарға қарағанда көтеріңкі ше уже. Одан кейін уже көтеріліп кете береді ғой солай. Көпшілік айтып жатыр, бүгінгі базар өткен базарға қарағанда өте қымбат екен дейді. Бұл пікірмен қаншалықты қосыласыз? Бұл пікірмен қосыламыз. Өйткені құрбан айттан кейін де даже қой табылмай жатыр. Қойдың өте табу қиын болып жатыр. Құрбан айтқа дейін зорға табылып жатыр. Осы кезде қой мәселесі өте қиын табылып жатыр. Сиыр мәселесі де солай. Мен 4 түліктің бәрімен айналысам, өзім жеке шаруашылығым бар 4 түлікте. Бірақ өте қиын болып тұр ше. Бүгінгі қойларыңыздың бағасына тоқталайықшы. Жалпы енді құрбандыққа шалатын қойларыңыз қаншадан болып жатыр? Қойлар Әл-Фарабиде тұрады постоянно. Кеше салып жатырмын мен ше нелерге 75 мың теңгеден деп. Осыларды базарда мысалға біз қазір 72 мың теңгеден алып сатар балдарға бердік осыларды. Полностью бәрі. Сатылып кетті бұлар. Осының бәрі. Ана қатар бар, ар жақтағылар. Олар 65 мың теңгеден. Олар өткен жоқ. Мыналардың бәрі сатылып кеткен. Ең арзан қой көксары 21 емес пе коммунизм? Ең арзан қойыңыз бүгін қаншадан өтті енді? Ең арзан қойымыз 65 мыңнан өтті, 60 мыңнан өтті. Бұл баға көңіліңізге қонды ма? Иә, Аллаға шүкір. Алланың берген ғой, көңілімізден шығады. Осылайдан. Рахмет көп. Саудаңыз жүре берсін. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль. 11 демек ордалық ағайын. Менің стилім аралым, стилім қазалы. Көке, ешкілеріңіз қанша болып жатыр? 30. 30 сауынды ма? Мен сауға да болады. Осы 3 басты әкеп тұрсыз ғой, Иә. Бүгінгі базарда сұраныс қалай енді ешкіге деген? Почти жоқ есебі. Жоқ есебі. Қазір енді келер апта құрбан айт келе жатыр, барлығы қой сұрап жатқан болу керек, Қойларда тұр ғой міне. Қандай қой керек? Бағаларын қанша деп жатсыз қойлардың? Оны білмедім. Жалпы ешкіге деген сұраныс төмен болып тұр ғой, бүгінгі базарда? Жоқ есебі ғой. Жоқ есебі. Саудаңыз жүре берсін. Бүгін көпшілігі қойдың бағасын сұрап жатыр, яғни келер апта құрбан айт жақындап қалғанның белгісі. Ешкіге деген сұраныс жоқтың қасы дейді бүгінгі біздің ешкі сатушылар. Қойларыңыз қанша отыр? 75 мыңнан. 75 мыңнан? Ең арзаны ғой, Жоқ, бордақлар, семізде. Осы қаланың қойлары ма? Қаланың қойлары. Қай жақтан? Комсомол. Өткен базарға қарағанда қалай баға? Сәл қымбат. Сәл қымбат, Құрбан айтқа қарсы деп көпшілігі солай топшылап жатыр. Солай шығар, білмеймін. Сұраныс қалай енді тұрғындар арасынан, келушілер арасынан? Өтіп жатыр, Өтіп жатыр ма? Тоқтылар қанша болып жатыр, тоқтылар? Жоқ білді. Қой ғой бірыңғай, Жалпы енді бүгінгі базардың көрінісін байқап тұрсыздар, қой өте көп. Келушілерге қарағанда сатушылардың саны көп. Әрине, бұл енді бізде Қызылордада қой саудасының бәсі биік деп айтуға болады енді. Неше жасар мына? 3 жасар. Бүгінгі базардың
бағасының ең қымбат қойы біз көрген 95 мыңнан. 95-тен 65 мың аралығы ғой, Міне, бүгінгі базардың ең арзан тоқтысы осы 40 мың теңгеден. Болар бағасы қанша? 38 мың дейді. Бұл енді ерте көктемнің қозылары қазір. Қаңтар айында туылған қозылар. 40 мың теңге сұрап тұр екен. Біз көрген ең арзан баға бүгінге осын тоқты. Құрметті көрермендер, біз бүгін қойдың базар бағамын байқадық. Ең арзан тоқты 40 мың теңге, ең қымбат қой 95 мың теңге. Жалпы енді осы 40 мың мен 95 мың аралығында кез келген қойды таңдап алуға болады екен. Ал енді біздегі қой базары осымен тамам. Біз әрі қарай ірі қара, яғни сиыр, баспақ, қашар секілді түліктердің бағасын білетін боламыз. Мыналар құнан тай ма бірыңғай? Неше? Бір жасарлар ма? Бір жасар 250 мың. Бір жасар. Үйірі ғой бұл, Оптым, штуктап, розницу. Қазір бүгінгі базарда бір жасар тайлардың бағасын білетін боламыз. Міне қарап көргендеріңіздей, тайлардың қазір түр-түрі бар. Бағасы қалай болып жатыр тайлардың? 250 мыңнан ғой. 250 мыңнан, кез келген ма? Барлығын таңдап алуға болады ғой, Таңдауға да болады. Барлығын бірдей алатын болсақ, жеңілдік болады ма? Болады. Қаншадан бересіз? Олар жері 35 мың. 235. 235 мыңнан, Енді қай жақтан келіп тұр бұл тайлар? Жезқазғаннан қаласынан. Жезқазған, Ұлытаудан келіп тұр ғой, Иә. Жалпы сұраушылар қалай енді бүгінгі келушілер сұрап жатыр ма? Таңнан бері қанша тай өткіздіңіз? Жақсы, енді 30 бас әкіп келдік, енді 9 баса қалды. 9 бас, Сұраныс жоғары болып тұр ғой, Иә, жақсы. Жақсы, берекесін берсін, саудасын берсін. Не, өздеріңіз байқағандай, бірден осы барлығын алатын болса 235 мыңнан береді екен, ал біртіндеп алатын болса бағасы 250 мыңнан. Енді бұл жалпы салыстырмалы тұрғыда алған кезде баға қолжетімді деп айтуға болады. Жалпы енді сұраушылар сізден қалай алуға болады енді осы біздің тұрақты көрермендеріміз қазір сұрайды. Сізді қалай табуға болады? Нөмірмен ғой, нөмірмен. Номеріңізді айтып жіберсеңіз? 308 564 23 21. Осы нөмірде ғой. 24-7. Рахмет көп. Берекесін берсін. Қанша деп атсыз? 350. Неше жасар? 6 туған ғой. 6 туған. Нақты болар бағасы қанша деп атсыз? 330. Берекесін берсін. Қазір міне қысыр қалған, яғни жалғыз басты сиырлардың бағасы 350 мыңнан басталып жатыр. Сіз бак? Кесеңші. Қазір мынау ет бағытындағы бұқалардың көрінісі. Қазір бағасын білетін боламыз. Бұл енді көбіне етпен айналысушылар үшін сұранысы жоғары түліктің бірі. Қазір бағасын бірге білейік. Ассалаумалейкум. Бағалар қалай болып жатыр? Бағасы 500 мың ғой. 500 мың. Қай жақтан? Нағи. Нағи Лясыптан ғой, Жалпы сұраныс қалай? Сұраныс жақсы. Ет бағытында ғой бұл, Иә. Жалпы сұрайтындар сізді қалай іздеп табуға болады? Осы базардан ғой. Осы базардан номеріңізді айтасыз ба? 150 87 96. Аман жоқ. Берекесін берсін, саудасын берсін.
мына төрт түліктің ең асыл мал бұл жылқы есептеледі. Қазір бүгінгі базарда көзімізге түскен тай мен құнанға келіп тұрмыз. Жалпы бүгінгі базардың алды десек болады. Келушілер де көп, сұраушылар да көп. Жалпы бұның бағасы қандай? Қазір бірге анықтайтын боламыз. Ассалаумағалейкум. Біз ғой. Мына тайды қанша деп жатсыз аға? 350. 350, е? Кемі бар ма? 340. 340 болар ғой, е? Құнаныңыз? 450. 450. Енді бүгінгі базардың алды деп есептеп жатырмыз өзіміз. Жалпы сұраушылар қалай енді? Сұрап отыр. Қаншаға сұрап жатыр? 420-ға сұрап отыр, бермейтін. Құнанды 420-ға сұрап жатыр. Тайды? Тайды онда сонда 320-300 сұрап отыр. Көңіліңізден шықпай жатыр ғой. Бүгінгі базарда өтпесе келер базар тағы келесіз ғой, е? Құдай қаласа келеміз, Алла бұйыртса. Қай жақтан келіп тұрсыз? Осы Қызылордада. Қызылордада. Қызылорданың қай жерінен? Қаладан осы. Сексеуілден жақындарым бізді бақылай. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем тұрсам да жалғанаш. Бүгінгі мал базардың базар бағамын білдік. Алушылар да көп, келушілер де көп, сатушылар да көп. Жалпы бүгінгі базардың бағамы келушілердің пікірі бойынша өткен базарға қарағанда сәл қымбаттау деп жатыр. Қымбатты біздің көрермен дәл солай YouTube арнасына тіркеліп пікір қалдырыңыздар. Біз келер базарда сіздермен тағы да жолығатын боламыз.